Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын туысқандар. Біз енді Бауыржан шода жүрген екен, Бауыржан бауырымызбен бірге жұмыс істеген екен, бір шапалақ ұрып қояйық бауырымызға. Арасында келіп құттықтап кетейін деп жатырмыз. Сіздерге рахмет, уақыттарыңызды бөліп, бізде қазір дыңғыр-дыңғыр әндер де көп, дыңғыр-дыңғыр күйлер де көп, дыңғыр-дыңғыр билер де көп, бірақ өзінің Бауыржанның орны бар. Керемет, бәріміз сағынамыз, мына аталарымыз отыр ғой, бәрі сағынып келіп отқан. Сондықтан да Бәке, бүгін енді ойлаймын, гармонмен әндер кететін шығар. Құтты болсын 50 жасыңыз. Алла тағала ұзақ ғұмыр берсін, деніңіз сау болсын. Осындай аталарымызды, апаларымыз төрде отырсын. Сіздердің осы төрде отқандарыңыз, осындай құдалықта жүргеніңіз керек. Аман есен болыңыздар, осындай тойда жүре беріңіздер. Рахмет сіздерге. Құтты болсын. Баяғыда бір жерде біреудің баласы үйленіп 20 жыл ештеңе істемейді дейді, 50 грамм ішіп, үйінде жата береді екен. Сөйтсе, әйел бәрін жұмысын істеп, баласын оқытып, мектепке апарып, садикке апарып, 20 жыл жүрген ғой. Сөйтсе, анау ақымақ 20 жылдан кейін ойланып тұрып, қоя, менің мынау әйелім ақылы бар екен. Мен арақты қояйын деп, таңертең тұрып, келіншегінен кешірім сұрапты. Кешірші, мен 20 жыл ақымақ болып, ештеңе істемеппін, ішіп жата бердім, қойдым. Бүгіннен бастап сені мама деп атайыншы деген ғой, анам болдың ғой деген ғой. Соны күніге мама не істейін десе, огород қазып, мама не сиыр сауып, мама не шөп, мама не трактор айдап, мама деп 3 жыл жүріп, рахат болып қапты әйеліне. Әйеліне мама деп жүрген ғой. Мамасы анасы шынымен баласы сияқты балам деп кетті. Рахат болған ғой. Сосын қуанғаннан жаңағы мамасы әйелі балам деп су жаңа машина берді. Анаған рахат дейді, мама деп жұмысына апарады, мама деп, анау балам деп кеткен. Сосын тағы бір жылдан кейін жаңа күйеуі ғой енді баласы болып кеткен. Не болды десе айтады дейді, жаңа баласына, балам не болды, көңіл күйің жоқ қой десе, 4 күн болды ойланып жүргеніме, мама мен қашан үйленемін деп айтады дейді. Сол сияқты тойлары көп бола берсін. Бәке, тойыңыз құтты болсын, Алла нұр жаусын. Уақытым болса да сүйемпеден келе жатырмын, кеп құттықтап кетейін дегенім. Алла нұр жаусын. Шапанымды ана жақта кигізіп қойдым, бір машина мінгіздім.